Ал енді біздің әрқайсымыз биылғы Рамазаннан не үйрендік? Соны бір ой елегінен өткізіп алудың маңызы зор. Себебі ораза айында үйренген тәлімімізді өзге айларда жалғастыру жағы тағы бар. Мысалы, Рамазанда бір ай темекі шегуді тастап, одан кейінгі айларда қайта бастап кету дұрыс емес. Ораза кезінде қарапайым, кішіпейіл, жомарт болып, одан соң қайтадан тәкаппарлыққа, озбырлыққа, сараңдыққа басу да дінімізге деген құрметсіздік. Сол секілді Рамазан айында жасаған құлшылықтарымызды да өзге айларда тоқтатуға тиіс емеспіз. Кейде Рамазан айында ғана намаз оқитындарды көреміз. Өзге айларда жұмыс көп, уақыт жоқ деп жатады. Оларға айтарымыз, Рамазан айында намазға табылған уақыт өзге айларда да табылады. Мысалы, түскі ас мерзімін бос сөзге айналып қалатын кездерімізді интернет пен агентке, телефонға жұмсайтын уақыттарымызды үнемдей білсек, намаз оқуға уақыт шығады. Дәрет алуға 5 минут, намаз оқуға 5-6 минут керек. Ендеше әр намазға 10-11 минут таба алмау уақытты ұқыпсыз пайдаланудың бір салдары ғана. Сондай-ақ Рамазан айында көзімізді, құлағымызды, тілімізді, бүкіл дене мүшелерімізді күнәлі істерден тыюға тырысамыз. Оразаны бұзатын істер жасап қоймайын, Алла көріп тұр ғой деп өзімізді қайраймыз. Ал енді бізді Рамазан айында көріп тұрған Алла Тағала өзге айларда да дәл солай көріп тұрғанын естен шығармауға тиіспіз. Дене мүшелерімізді күнәдан таза ұстасақ, қол аяғымызды жамандыққа жүргізбесек, бұл біздің Рамазан айынан бос, құралақан шықпағанымызды көрсетеді. Қыз балалар да Рамазан айында етек жеңіне қарап, ұятты жерлерін қымтап жүреді. Осы үрдістерін өзге айларда да жалғастырса, өздеріне де, қоғамға да көп пайдалар тиеді. Қыздың ашық-шашық жүруі ер адамның ойын бұзбай тұрмайды. Содан барып, көптеген отбасылық, қоғамдық, мемлекеттік проблемалар шығады. Ажырасулар, қолдан түсік жасату, тастанды балалар, жетімдер, жесірлер деген секілді түйткілдердің бір себебі осы. Міне Рамазан айында алған тәлімдерімізді өзге айларда жалғастырсақ, сондай көп мәселелер туындамайтын болады.